Ежелгі заманнан бері 12 жылда бір рет күн көпірі ашылады. Сол көпір арқылы таңдаулы аңдар игі мақсатты орындап, жұлдызды аспан қорғаушылары болу үшін жоғары көтеріледі. Күн тоқырауында сиқырлы таудан көкке көтерілген аңдар ғаламат күш иеленеді. Жұлдызды аспанды иықтарымен тіреп, көк күмбезді жерге құлатпай ұстап тұрады. Сол кезеңнен бері 12 жылдың әрбірі батыл аңдардың атымен аталған. Алайда зұлымды айбарлы айдаһар адам сенгісіз бір жоспар құрды. Жұлдызды аспанға көтерілуі тиіс таңдаулы да мәртебелі өзге аңдарды алдап, 12 жыл бойында жұлдыздардың арасында жалғыз қалмақ. Осылайша барша 12 аңның күшін өз бойына жимақ. Жауыз әміршіге бұл ойы бүкіл әлемге қауіп төндіретінін, аспанды бір емес, 12 аңның ұстап тұруы бекер емес екенін айтуға Ақпейіл Масаның ғана даналығы мен батылдығы жетті. Алайда айдаһар Масаның сөзіне құлақ аспай, байғұсты тастап кетті. Ол бар күшін салып әлемді құтқарғысы, өзіңді ақтап алуға тырыспа. Болды, түсіндім. Бітті, бар білетінім осы, шын сөзім. Айдаһардың таңдаулы аңдарды қалай алдағанын айтпадыңыз ғой. Соны айтып берсеңіз. Айдаһар бәріне күн тоқырауы кейінге қалғанын айтып ант су ішті. Ал олардың кедергі жасамайтындан көз жеткізу үшін бәріне Мальдив аралдарына круиз алып берді. Мальдив аралдары. Онда барып көрген емеспін. Мен де барсам ғой шіркін. Қорқыт ата сонда кетті деп естідім. Біз мұнда зұлымдықпен күресіп жүрсек, ол жай барақат демалып жатыр. Айдаһар біраз шығындалған шығар. Қазір ол жаққа билет қымбат тұрады. Естуімше, ол науқанмен ең арзан билеттер алған екен. Әй, қу қақпас. Қап қырсығай. Енді қайттық. Оларды дереу қайтару керек. Сол кезде... Жауыз неме? Оның жоспары осында екен ғой. Ақылды, нағыз жауызға тән әрекет. Достар, біз бөтеннің әңгімесін тыңдап тұрмыз. Бұлай болмайды. Иә, бірақ біздің ниетіміз түзу ғой. Десе де бұл қылығымызды ақтамайды. Ал менің ата-ана Мальдив аралдарына барған. Жаз сайын ұшып барады. Меніңше, бар мәселе де сонда. Олар өздері ұшады. Қызғанып тұрмын. Мен де шалсам ғой. Ұшу да аса көңілді емес. Бетіне шыбын-шіркей жабысады. Оның үстіне жаурайсың. Достар, меніңше қазір ұшуды талқылайтын кез емес. Жұлдызды аспанның 12 қорғаушысы деген не екен кім біледі? Қазір. Саяхатқа шықпас бұрын мына кітапты алып алғаным жақсы болды ғой. Мәссаған, жанбайды екен. Отқа төзімді делік. Бұл кітапта тура сол аңыз жайлы ақпарат бар. Демек, бұл істі соңына дейін жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Достар, бәріміз бір нәрсені ойлап отырмыз деп ойлаймын. Солай ма? 3 дегенде... Бәріміз бір нәрсені ойлап тұрсақ, өзің дауыстап айтсаңшы. Жалғыз айтуға қорқам. Ұяламын да. Ойымыз ортақ болғанмен, неден бастарымызды білмейміз. Оны тоқтатайық! Шытырман оқиға! Ол да жарайды. Онда кеттік, достар. Ниндзя сияқты айдаһармен төбелескенімізді есептемегенде, шамамен бәрі осылай болды. Түсіндім. Демек, сендер жұлдызды аспан қорғаушылары болатын жаңа үміткерлер жинауларың керек. Бірақ мен қалай көмектесе алам? Ең бірінші таңдауыңыз сізге түсті. Себебі сіз біз танитын жалғыз итсіз. Әрине, жаңа достарыма көмектесемін ғой. Сендердің алдарыңда қарыздармын. Алақай, біріншісін таптық! Қуаныштарыңа орай, қалған 11 үміткерді қайдан табу керек екенін айталам. Олардың біреуі осы жерде тұрады. Мәссаған, таныстарыңыз көп екен. Олардың бәрін қайдан танисыз?
Біз иттер бәріне жылы шырай танытамыз. Табиғатымыз сондай. Мен де бәрімен дос болғым келеді. Ого, тырысудың да қажеті болмады. Күмәнді сияқты. Бірақ бір мәселе бар. Енді не жайлы айтқаныңызды түсіндім. Бір гәбі барын біліп ем. Бұрын ол батырдың әскери аты болатын. Бірақ батыр зейнеткерлікке шықты. Тұлпар да. Енді міне бақташылармен бірге егін алқабында жұмыс істейді. Оны сергітсек пе екен? Тұлпармен шоу ойнайық. Ал қатысқан үшін жүлде ретінде жұлдызды аспан қорғаушысы атағын берейік. Неткен тапқыр едіңдер. Іске кірісейік. Осы жерге сөйлейін бе? Сәлеметсіздер ме? Мен Тұлпармын. Рахмет, Тұлпар мырза. Өзіңіз жайлы айтып беріңізші. Осында істеп жүргеніме 10 жыл болды. Жүк тасимын, жер жыртамын. Бастығым жақсы адам, бұрын батыр болған кісі ғой. Сол шайқастан кейін арқам ауыра бастады. Сұмдық тура мына жерім. Жаста өжет айғыр болған едім. Сымырап өткен уақыт-ай. Бұрын сіз көп ерлік жасағансыз. Ал енді тағы бір ерлік жасай аласыз. Биыл жұлдызды аспан қорғаушысы болып, Айдахардың жауыздығын тоқтата аласыз. Алақай! Қандай ерлік? Жақ, ондай жастан өтіп кеттік қой. Оған қоса зейнеткермін. Айдахар демекші, бұл хикая бұлай басталған. Мәселені бірден айтпайсыңдар ма? Ай балалар, түсінсеңдерші, мен мұндай нәрсе үшін тым кәрімін. Айдахарды қалай тоқтатамын? Жалғыз шайқасасыз деп кім айтты? Сен жалғыз емессің. Мен бармын. Қалған 10 болашақ қорғаушылар да. Ең бастысы, жас қаһармандарымыз да қасымызда. Міне, болашақ батырлар буыны. Жарайды, шешілді. Десе де мен әскери жылқымын ғой. Бейбітшілік пен тәртіп сақтау менің борышым. Мұна есіме түсіргендерің үшін рахмет, балалар. Алақай! Ал достар, бұл бастамасы ғана. Ор қоян қызықты дерек. Қоян тәрізділер тобына жататын. Ор қоян шетелден алып келген жануар. Ал қазір біз ор қоян өмірінің таңғажайып тыныш сәттерін көре аламыз. Тазы ханым шоқ жұлдыз үміткері болғанына өте қуаныштымын. Қабан екеумізді кеңес еткені бекер емес. Алайда бір мәселе бар. Қабан екеуміз ренжісіп қалғанбыз. Шын айтам, сіздерге көмектесер едім, бірақ бұл араздығымыз жаныма батып жүр. Онымен сөйлеспек болдым. Бірақ қатты ашулы болғандықтан үнемі сөзімді бөле береді. Себебі оның жалақысының бір бөлігін жоғалтып алдым. Қабанды қоянмен сөйлесуге көндіру аса қиын емес сияқты. Тоқта, қоян мырзаның сөзінше, қабан өте қырсық, және тамақ ішкен кезде ғана әңгімеге құлақ асады. Сонда да еш қиындығы жоқ сияқты. Қиындық бар, ол өте тез жейді. Көздеріңді ашып жұмғанша, ол түскі асын жеп қояды. Бірақ тамақ неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Аузы тамаққа толы болғанда сендерді үндемей тыңдайды. Біз қабанмен сөйлеспек болғанда, тұрып кете салуына не кедергі? Менде бір ой бар.
неткен қой едің жылан? Қайырлы күн. О, сіз құрылысшысыз ғой. Әбден шаршап, қарныңыз ашқан шығар. Бері келіңіз. Мәссаған, өзімізде қонақ күтіп отыр едік. Бауырсақ көп, бәрін жеп бітіре алмаймыз. Түсіндім. Сендер жақында көшіп келдіңдер ме? Иә, кеше ғана. Аха! Қысталдың ба, қомағай? Енді мені мұқият тыңда. Ертеден ерте қайда барасыз? Тұрыстап жегенде жоқсыз. Бұл әдепсіздік. Дәстүрімізді құрметтемейсіз бе? Сен? Тамақ ішкенде үндеме. Ас болсын. Тыңда. Түсіне маған ашуланып жүрсің. Бірақ шын сөзім, ақшаңды мен алған жоқпын. Алаңғасарлығымның кесірінен болды. Саған бара жатқанда бірнеше тиынды түсіріп алыппын. Оны байқағанда жоқпын. Кешірші мені, Қабан. Сенің еңбегіңді бағалайым. Сен де мені кешір. Ақмақтық жасадым. Сөзіңді соңына дейін тыңдауым керек еді. Ақыры татуласқан екенсіңдер. Енді бізді тыңдаңдар. Зұлым айдаһар 12 жыл бойы жалғыз шоқ жұлдыз болғысы келеді. Оны тоқтатпасақ, оның жауыздығы жер жаһанға таралады. Сондықтан да оңбағанды тоқтату үшін жұлдызды аспан қорғаушылар қызметіне үміткерлер жинап жатырмыз. Мен көмектесуге дайынмын. Бірақ қалай? Досым, біз шоқ жұлдыз рөліне тамаша үміткерміз. Кәсібімізді кеңейтіп, жұлдызды аспанда құрылыс бастауға мүмкіндігіміз бар. Мансабымыз өсіп қана қоймай, бүкіл әлемге пайдамызды тигіземіз. Болашақ шоқ жұлдыздарымыздың жайлылығы үшін инфрақұрылымды дамытамыз. Бүкіл әлемде бейбітшілік болу үшін, ғаламат жаңа жобалар үшін бәріне де келсем. Дәл қазір баруға дайынмын. Асықпа, әлі киімдерімізді жинау керек. Ал қандай заттар керек екенін Тазы ханым мен жылқыдан сұраймыз. Оларда қазір заттарын жинап жатыр ғой. Солай ма, балалар? Дұрыс айтасыз. Ал достар, бізді келесі мақсатымыз күтіп тұр. Бес тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.